сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Әңгіме өмір атты арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, әсерлі әңгімелерді тыңдай отырыңыздар. Барби Бану, 2 бөлім. Соңғы 4 жылда Банудың беті ашылған соншалық, баяғы ауылдық қыздың жүзінен жұрнағы дағылмаған. Ойлағаны қулық, аңдығаны қалтадағы ақша болды. Енді дипломат ағасы кеткен соң, басын шырмап алған тағы да бір бұйымтай соны қайтару ғана. Ол үшін не істеу керек? Әрине бірден бір жолы сізден 2 қабат болдым деп айту керек. Өйткені мына екеуіне күйеуім бар деп қойған. Бұл екеуіне бәрібір. Және бұл екеуіне қарағанда дипломат ағасын жақын тартады. Не десе де ақшалыдан келгенде алғашқысы ғой. Бірақ ол ағасынан тап қазір күй кеткен. Өйткені өз отбасында проблемасы болып жүр. Қысқасы, солға тартқан жүрісін министрдің қызы кешіре алар емес. Ал бұл ағасының мына жүрісі сол бәйбішенің арқасы. Әкесі білдей бір министр қыз, бұл соның күйеу баласы. Сол үшін де бәйбішенің айтқаны бұйрық. Өткендегі дипломат боп Монғолияға кетуіне де осы бәйбіше себепші болған. Қолда бар ғой, қонышынан басып дамыған Еуропа елдеріне жіберсе де болар еді. Бірақ адам төзгісіз аңызаққа Монғолияға айдап салған. Бұл бәйбішенің өзіндік бір жаза ретінде қолданғаны еді. Міне осылайша ерке қыз әкесіне айтып, күйеуін алысқа аттандырып, көзіне көк шыбын үймелетіп тобасына таяған. Қысқасы, ағасының өрімдей жас Банудан бас тартып, артына қарамай кеткенінде осы еді. Оған себепте жоқ емес. Бануға дейін де жұмысындағы хатшы қызбен әмпай-жәмпайы болып, ол барып бәйбішенің құлағына тиген. Сонан бері бұл отбасының шырқы бұзылған. Бірақ бұл жерде әлгі Банудың қосар үлесі жоқ. Мұның үлесі енді болмақ. Әрине сізден 2 қабатпын, не істеймін деп жаза салу қиын емес, бірақ мұның соңы не болмақ? Қысқасы, Бану қыз көп ойланып отырмады. Нәзік саусақтарымен жазасап дипломат ағасының электронкасына лақтырып жауап күтіп жатты. Арадан көп уақыт өтпеді. Қайдасың? Сөйлесе аласың ба деген жауап жетті. Бір 5-10 минуттан соң звондаңыз. Жолдасымды жұмысқа шығарып салайын. Кеткелі жатыр деп қулыққа бастығыз. Осылайша дипломат ағасымен қайта тілдесті. Жолдасым іс сапарда болды ғой. Сол күнге сәйкес келіп тұрған қараңызшы. Енді қайттым. Сезіп қойса өлдім ғой деп жыламсырады. Ол ма? Бұл сонан кейін де тоқтамады. Ол кезде жолдасым жоқ болатын. Сізбен кездескен күні деп қойып, уақытты сағаты тіпті датасына дейін айта кеп, осыдан 10 күн бұрын келу керек болған қызыл әскердің қатты кешігіп жатқанын айтып тағы да қынжылды. Бірақ дипломат ағасы да ақымақ емес. Жолдасың 15 күнге кетпеуші ме еді? Өзің айттың емес пе? 15 күн үйде, 15 күн түзде деп. Осы 15 күннің әрі берісі бар ма? Қайдан біліп жатыр деп даусы дірілдеп күмілжіді. Алайда бұған да қу қыздың берер жауабы дайын еді. Айттым ғой сізге, сол кеткенде кезектесіп келмей қалып бір айға қалған. Ал бір ай деген ол білетін еркекке көрініп тұрады. Сосын сізді түсінбей тұрмын. Сонда сіз өз балаңыздан бас тартпақсыз ба? Мүмкін сіздің күмәніңіз бар шығар, бірақ менің күмәнім жоқ. Мен ғой ешкімге айтпаспын. Алайда жолдасым күдіктеніп, экспертизаға апарса не болмақ? Әрине ондайдың беті аулақ, бірақ солай болып жатса, мен сізден басқа кімді көрсетемін. Мойындағаннан басқа амалым қалмайды ғой деп жылап тұтқаны тастай салды. Міне осыдан соң дипломат ағасы құрдай жұрғалады. Бір айдай хабарсыз кеткен еді. Енді үстісіне хат хабарламаны үйіп төкті. Ол аздай 3-4 рет қоңырауда соқты. Бірақ қулыққа басқан қыз тұтқаны көтермей өз жеңісін тойлап отыра берді. Бұл енді дипломат ағасы үшін жырылған үстіне жұдырық болды. Қалайда кездесіп Банудың аузын жабу керек. Онсыз болмайды. Осылайша амалы таусылған ағасы қайта-қайта хат жазып бұрынғы қонақ үйге шақырды. Жанын қоярға жер таппай зыр жүгірді. Жүгірмей қайтсын, бәйбішенің қаһарына ұшыраса қаңғып кетерін біледі. Онсыз да хатшы қыз оқиғасынан соң бәйбіше суып барады. Әйтеуір бұрынғыдай емес жүгенсіз құлдың күйін кешіп жүрген сияқты. Егер мынаны еститін болса, онда мұны ешқашан кешірмейді. Көзіне түртіп тұрып тұңғиыққа жібереді. Еркектің ез болуы деп осыны айт. Бұл осы заманғы ақиқат, таңғалуға болмайды. Есеппен үйленген сорлылардың соңы осындай болмақ.
Бұл бір деп қойсақ, енді мұның екінші жағы да бар. Екіншісі, ол махаббатсыз дүние бос, сезім жоқ, ғашықтық жоқ. Тек есеппен үйленген соң төсектен ерте жеріп шыға келді. Содан болар айналаға көз салып, көзге тартар қыз іздеді. Міне мына жағдай тап сондай жағдай. Бәйбішесі қызықтан қалып, қыз қырқын жағалаған ағаның жағдайы осы. Басқа бермесін. Ал он сөзге бір жауап берген Бану қызықтың көкесін көрсетті. Өбірімдеп жүріп қонақ үйге жеткенше не сұраймын деген ойға батты. Көлігім бар, киімім бар, қарным тоқ. Универді бітіруім проблема емес. Оны анау шалға айтса да дипломын әпереді. Сосын әне-міне дегенше ауылға қайту керек. Сонда барып мектепте қағаз басты болып жүрген мұғалім анасына қолғабыс болуы керек. Бірақ бұл Банудың ауылға қайтқысы жоқ. Тіпті мынандай өмірден соң ауылда тұруды көз алдына елестете алмайды. Оның үстіне ауыл жігіттері алып қашып кетер деп қорқады. Өйткені ауылда ең алдымен арыңды сұрайды. Онсыз сенің бақытты болуың екіталай. Сол үшін де қалада қалып, бақытын осы қаладан іздегені дұрыс деп шешті. Демек дипломат ағасынан пәтер сұрайды. 3 бөлменің кілтін қолына алса, жерден жеті қоян тапқаннан қымбат қой. Алайда 3 бөлме десе, шошып түссе не болмақ? Бірақ несіне қорқады? Не сұрайсың, не қалайсың? Сонымен бәрін доғарайық деп, бір емес бірнеше рет өзі жас емес пе? 3 бөлме десем тым болмаса, 2 бөлме әперсе де Құдайым бергені ғой. Бірақ бір бөлмеге өсем де келіспеймін. Өйткені бір бөлме деген ол тар қапас түрме сияқты. 4 қабырғаңа қарап жатпасаң, басқа түкте істей алмайсың. Негізі осы Бану өткенде шалдың үйіне барған. Өзің қатарлас қызым бар. Мына бөлме соның бөлмесі деп, ішінде спорттық құралдар тұрған кең бөлмені көрсеткен. Яғни жатын төсегі бар, компьютер бар, бәрі ішінде тұрған кең фитнес бөлме. Бұл фитнес деген өзі жас қыздар үшін аса қажет екен. Балтырыңды келтіріп, қос анарыңды алға шығарып, көркейте түсет дейді. Онсыз да сұлудың сұлуы болған Бануға міне осындай ой сап ете қалды. Сұлу десе сұлу екеніне ешкім ішіп әкелдірмейді. Барби атанғаны да тегінен емес. Әсіресе соңғы кездері қып-қызыл көлігіне отырып, қайда бармасын еркек біткен қырылып қала жаздайды. Тіпті аяқ алып жүруден қалған. Ендігі жетпей тұрғаны осындай кең пәтер ғана. Пәтерлі болса болды, басқаның бәрін қойып, өзіне өмірлік серік іздейді. Мұндайда жігіт проблемасы болмасы анық. Кезеген жас жігітті қалпақпен ұрып алары сөзсіз. Қысқасы осындай арманмен тәтті қиялға берілген қыз қонақ үйге жетті. Тіпті бұл кездесу өз ойлағаннан да олжалырақ болды. Өйткені дипломат ағасы бір пәшке көк қағазды тағы да қолына ұстатты. Сонан соң алдағы күндері 2 не 3 бөлмелі пәтердің кілтін табыстайтынын айтып қуантты. Сондай-ақ біраз сағат құшақтап жатып мауқын басты. Бірақ басы қайғыда жүрген еркек қатты адасқанын білмей, ішкі дүниесі алай-дүлей күй кешті. Баланы алдырмаймын дегенді дұрыс айтасың жаным, алдырма. Ол менің балам деп қолдай кетті. Түптің түбінде Бану өз жолдасынан ажырасса, бәйбішемен бөліске түсер деген оймен бар жиғанын Бануға беретінде сөз етті. Міне бұл оның ең басты қателігі еді. Дипломат ағасын діңкелеткен Банудың назары енді шалға түсті. Бұлайша айбат шегіп әрленеген болмаса, бұл шалдан келер қауіп жоқ. Оның үстіне өткен жылғы қаңбақтай құлап қатты ауырғаны, еңсесін езіп тастағаны бар. Сол үшін де көп ойланып отырмастан сұңғақ саусақтарымен хабарлама жазып, жауабын күтіп жатты. Қысқасы бәрі де ойдағыдай. Қайдасың балапаным, қазір жетемін, қонақ үйге жүре бер деген жауап алды. Осылайша арадан көп өтпей, бұрыннан таныс қонақ үйде шал бөлмесінде отырды. Әңгімені балпылдаған шал бастады. Сағынып қалдым депсің, рас па балапаным, дейді. Әрине рас, сізді сағынбасқа амалым жоқ болып тұр ғой, деді Бану қыз. Міне енді бұл сөзге емпілдеп кеткен шал көпірей бастады. Сен менің айымсың, күнімсің, балапанымсың. О үшін бар ғой, жүрегімнің жүрегісің жаным, деп барып бірақ тоқтады. Содан соң келіп қапсыра құшақтап, қыз денесін аймалап сүймекші болды. Әрине бұл Бану күткен жағдай еді. Өйткені бұл шалдың мұндай қылығына еті үйреніп кеткен. Бірақ тап қазір еркіне жіберге болмайды. Ішке түйгенді айтып қалу керек.
сол ішінде көйлегінің түймесін қайта қадаған қыз орнынан тұрып кетті. Мұндайды күтпеген шал бір гәптің барын біліп, онан сайын безілдей жөнелді. Жаным-ау, сені көрмегелі бір жұмадан көп болды ғой. Сағындым ғой жаным, сағындым сені. Келші бері, тайғұлындай мүсініңді сүйдірші. Көркіңе тояттап мауқымды басып алайыншы ботам. Не болса да содан соң көрерміз. Сезіп тұрмын, көңіл күйің болмай тұр. Алайда мен қатты сағындым сені, деп жалбақтай жөнелді. Бірақ шалдың бұл сөзімен қу қыз келісе қоймады. Өйткені бар ойлағаны бір ғана нәрсе, кәрі шалға қалайда өз ойын жеткізу еді. Негізі мұнысы ой дейтін ой емес, іште жатқан қулығы ғана. Дегенмен мен сізден екіқабатпын деп айта салу әрине ауызға оңай ғана. Бірақ мұның соңы не болмақ? Мәселе сонда ғой. Көз аларып ат тонын алып тұра қашса қайтпек. Болмаса айқайға басып, байың бар емес пе? Басқа кімнен таптың деп құтырып кетсе ше. Өйткені бұл шал болса да дипломат ағасындай момын емес. Бірде бие, бірде түйе мінезді адам. Бірақ әрқалай реакцияға әртүрлі жауап дайындап келген Бану қыз да осал емес. Қайдан шықса сонан шықсын, тым әріге барса тастап қашар. Болмаса өз балам деп мойындар. Тап қазір айтамын деп шешті. Қысқасы Бану қызың бұл түрлігі өзі ойлағандай аяқталды. Мен сізден екіқабатпын дегенді естіген шал онан сайын құтырды. Жаумасаң да күркіре деген осы болса керек. Ай, балапаным-ай менің. Айттым ғой саған, айттым ғой. Ағаңның әлі де бір-екі патроны бар дедім емес пе? Дөп соғыппын ғой, дөп соғыппын. Әне солай да солай. Мен негізі атпайын. Атсам қағып түсетініме күмәнім жоқ. Қысқасы бұл енді жалғыз тұяқ Марленімнің соңынан ерген Арсен болады. Айттым ғой саған, менің 3 қыз бір ұлым бар деп барып тоқтай қалды. Ал мына сөзге қыз жауабы да дайын еді. Әрине, Арсен болса Арсен болар. Бірақ қазірше ханзада ма, ханшайым ба, ол жағы белгісіз ғой. Енді маған күтім керек, денсаулық керек. Ол үшін әрине ақша керек. Қысқасы мынандай жалдамалы пәтер емес, жеке меншік үй керек. Осыған келіссеңіз, Марленіңізге ерген тайтұяқ болсын. Ал қарсы болсаңыз, онда аман болыңыз деп есікке беттеді. Осылайша Бану қыз қырсық шалды да қалпақпен ұрып алды. Енді әне-міне дегенше дипломат ағасы айтқан пәтерде дайын болмақ. Өйткені кеше ғана ол ағасынан хабарлама жеткен. Әңгіме сөз болмасынша, құжаттарды келесі апта бізеді. 3 бөлмені айта алмаймын, ал 2 бөлме дайын тұр. Тек сабыр сақташы, өзім хабарын беремін деп жазыпты. Бұл әрине ағасынан келген өте қуанышты жаңалық. Оның үстіне мына шалдан да құр қалмасы анық. Бұған да амалдап үй алдырса болды. Сонан соң бұл шал сеспей қатса да Бануға бәрібір. Өйткені жүректен кеткенін біледі. Өткен жыл шетелге барып жүрекке қандай да бір қосымша аппарат салдырғанын өзі айтқан. Бір күн болмаса бір күн сол аппарат істен шықса, шалдың күні бітті дей бер. Сол үшін де тездетіп желіккен шалды желкесінен түйіп отыру керек. Мұның ақшасы жетеді, тарықпайды, қамықпайды. Өйткені Астана болғалы бір бұрышын дүркіретіп ұстап тұрған адам ол. Қымбат көлікті бәтеңке ауыстырғандай ауыстыратын мына шалға үй дегеннің түгі емес. Кезінде құлай сүйдім деп уәдені үйіп төккен кәрі қақбасқа енді менің осымнан шығып көрші дейді. Осымен қатарынан екінші жеңісін тойлаған қыз осы ақшаны ұстап өз жөніне кете барды. Алайда енді мұның алдында қалай болмасын екіқабат болу керек деген басты проблема тұрды. Ол енді проблема дейтін проблема емес-ау, бірақ кімнен деген бар ғой. Міне осынысы проблема. Ал сымбатты деп жүрген дипломат ағасы ат құйрығын үзген. Сонда анау дәуғарадан тумақ па, әлде мына шалдан тумақ па? Жоқ, бұл шалдан туғанша шатым айрылсын. Ал анау дәуғараның да тұқымы керек емес. Демек түзден іздеген дұрыс деп шешкен Бану қыз енді жас жігіттерге көз сала бастады. Қотыратқа Соқырат үйір деген ғой. Жігітсіз деген Бануға көп өтпей көңілге қонғаны жолға кетті. Өзіне 3 жасқа үлкен демесең, сыр сымбаты келіскен ұзын бойлы қалалық жігіт. Қалалық дейтіні Астананың өзінен емес, осында жақын орналасқан Есіл деген қаланыкі. Есімі Марат. Тек орысша қосып сөйлегені болмаса,
Басқалай кінәрат жоқ. Негізі бұл қыздың іздегені де осындай жігіт еді. О бастан орысшаны жақсы меңгерсем, сосын қалада тұрсам деп армандайтын. Сол арманына бүгін қол жеткізгендей болды. Себебі Банудай сұлуға бұл жігітте жүрегін ұстап құлаған. Тіпті көп өтпей ыстық құшағын айқара ашып тұңғиыққа сүңгіп шыққан. Әрине жастың аты жас емес пе, шіркін-ай, соққысының өзі неге тұрарлық деп сүйсінеді. Өйткені қыртыс-қыртыс терімен май басқан қарнынан басқаны көрмеген Бануға мынауың бір алапат көрінді. Бұлайша айтқанда дене бітімі тығыз, салауатты өмір салтын ұстанатын қазіргі жастардың үлгісі боларлық спортик өзі. Қысқасы нағыз жігіт сұлтаны дерсің. Міне бақ шабама, бап шабама деген осы. Көп күттірмей тізерлеп тұрып, менікі болшы деп ұсыныс жасады. Оған жерден жеті қоян тапқандай қуанған Бану қарсы болмай құшағына құлай кеткен. Сонан бері апта өтсе де жұптары жазылмай жүр. Ал дипломат ағадан хабар келуге жақын. Негізінде Бану балпылдаған шалға сенбесе де, осы ағасына қатты сенетін. Сол сенімі алдамаған екен. Хабарлама жеткенде төбесіне жай түскендей болды. Ескі вокзал маңынан 2 бөлмелі пәтердің мекенжайы жазылып, сонда өзі қарайлас бір қыздың кілтпен тұрғанын жазыпты. Сондай-ақ құжаттың бәрін сол қыз жасап беретінін айта келе, болашақта бақытты болуына тілектес екенін қоса жазыпты. Мына хабарға қатты қуанған Бану көлігіне отырып сонда жол тартты. Тек ескі үйдің 5-ші қабаты демесең, бұл район сол кездегі ең қолайлы жер. Өйткені темір жол вокзалы тиіп тұр. Сондай-ақ админ орталықтар да қол созым жерде. Демек бәрі жақсы, бәрі ойдағыдай бітті. Қуанышында тіпті шек жоқ. Енді жігітімен осында кеп тұра берсе болады. Осы кезге дейін мамама не айтамын деп жүрген қыздың осымен бар түйіні шешілді. Өйткені мұнда қалуға мамам не дейді, мамама не айтамын деп көп ойлайтын. Алайда сөз арасында ана байғұс, қызым қалаған жігітіңе бар, өз жарыңды өзің таңда. Мен қарсы емеспін. Қайда жүрсең де бақытты бол, жыламай жүрсем болғаны дейтін. Демек менің қалада қалуыма қарсы болмас деген қыз мамасына қоңырау соқты. Түптеп келгенде бастан аяқ бәрін баяндап, бір жігітпен сөйлесіп жүргенінде айтып салды. Ана жүрегі кең ғой, қызым аман-сау оқуыңды бітірші. Сосын келіп 1-2 жыл жұмыс істе. Жігіт деген ешқайда қашпас. Сені керек қылса, сол 1-2 жылды күтер деген. Алайда ана сөзін телефонда ғана мақұлдаған Бану мұндағы тірлігін қайта бастады. Тіпті өз теңін тапса да, құлқынның құлы болған сорлы қыз қос шалға қоңырау соққан қоймады. Сондағысы осы екеуінен бір пәтерден иемдену еді. Сол үшінде бұл екеуінің күс басқан қолымен құшақтаған есінен шығары емес. Дәніккенен құныққан жаман деген осы болса керек. Әсіресе ауру шалдың алқымынан ала бастады. Өйткені мына ескі үйден жаңа соғылып жатқан үй әлдеқайда жұмақтай көрінді. Қала болса күннен күнге көркейіп барады. Бірінен бірі өткен зәулім үйлер бой көтеруде. Әсіресе есілдің сол жағалауы тіпті де керемет. Және бай бағланның бәрі сол жақта тұрады. Менің олардан қай жерім кем, су жаңа көлігім бар, қарным тоқ, көңілім шат дейді. Бір сөзбен айтқанда, солармен бой теңестіргісі келді. Қысқасы осындай пиғылда жүріп, өзінің тойымсыз екенін ұмытқан қыз жолдан тайды. Бұл сонау универді бітіретін жыл. Әне-міне дегенше оқуы бітіп еліне қайту керек. Бірақ маған елге қайту жоқ. Қалайда осында қаламын деп шешкен Бану көтеріп үлгерді. Ал енді бұл ауылдағы анаға да ауыр салмақ болды. Қайтсын сорлы, өз қолын өзі шапсын ба? Жылап келген байғұс жылап кетті. Екі ортада әкесі белгісіз бала көтеріп, шалдарды іштерлеп бітті. Ол аздай арасында дипломат ағасына жазып бала үшін деп ақша алып жүрді. Осылайша тойымсыз қыз 4 бірдей отбасына ойлан салды. Бірақ ең сұрақысы сол, соңғы жігітті де отбасынан айырып тынды. Ессіз еркек қос қолын тастап қыз қолына кірді. Міне сонда ғана Бануға бақыттың ауылы жақын тұрғандай көрінді. Тіпті өз-өзіне сүйсініп, мұның бәрі сұлулығымның арқасы деп ойлады. Өйткені арадан көп өтпей жаңа қонысын тойлады. Осылайша шалдың атаған сыйын алды. Алайда анасымен қоса екі бірдей періштені жылатқан қыздың алған алғысынан қарғысы көп еді. Бірақ Бану мұны ойлайтын қыз ба? Көлігіне отырып жігітімен ауылына тартты. Көңілі құлазыған ана
азынаулақ ырымын жасап батасын берді. Қысқасы қу қыз осылайша уақытша болса да бәрін жеңді. Күндер болса зулап өтіп жатты. Ал томпиған қарын өсіп үлкейе түсті. Соңында ай күні жетіп, торсықтай ұлды дүниеге әкелді. Енді міне ұл үшін нағыз тартыс басталды. Марленнің соңынан ереді деген шал Арсен деп шықты. Үйдегі еркек өзіме ұқсас болсын деп аты Самат деп шықты. Тіпті дәу қарада қалыс қалмады. Үнсіз кеткен тек дипломат ағасы ғана болды. Қысқасы бұл бала бірін-бірі көрмеген, білмеген үш еркектің басты дауына айналды. Соңында сорлы қыздың олардан қашқаннан басқа амал қалмады. Өйткені телефоны тыным таппайтындай күйге жетті. Әсіресе қақпас шал қыңылдап қанын ішті. Ұл дегенді естігелі әй-шәй жоқ қоңырау соғатынды шығарды. Апта сайын шақырып көргісі келетінін жасырмады. Ал қандай да бір шикіліктің барын сезген үйдегіден күйге өтті. Оған не десін, Бану қыз жағаша алмайтын дәрежеге жетті. Өйткені шал сыйлаған пәтер соның атына жазылған. Қит етсе сырт айналып өте шығуға дайын жүргенін білді. Осылайша Бану қыздың басы үлкен дауға қалды. Әсіресе көресіні анау шалдан көрді. Тіпті Марленіммен таныстырамын деп айғайға басты. Мұндайды күтпеген қыздан шыдам бітті. Соңында қолындағы телефонын атып ұрып, быт-шытын шығарды. Міне тап осы сынған телефон Бану қыздың кешірілмес қатесі еді. Телефоннан құтылған Бану расымен де өз өмірін басқа арнаға бұрғысы келген. Табан асты торсықтай ұлды туып алған соң өмірдің бар қызығы тырбаңдаған осы балада тұрғандай көрінетін. Әрине бала бауыр етің, тәтті ғой, шіркін тәтті. Оның үстіне жақында ғана ескі үйден жаңа үйге көшіп өткен. Бұл енді есілдің сол жақ жағалауы бай бағландар мекені. Ал мұндағы өмірге Бану о басына қатты қызығатын. Алғаш Астанаға келгенде құрбыларымен жүріп осы жағалауды қыдырғаны бар. Бұл жерде бәрі ыңғайлы әрі өте әдемі. Әне бір қол созым жерде тұрған бұл бәйтерек сол кездегі Астананың символы. Айналасы мұнтаздай таза, әсіресе жазды күні улап шулаған жастарға толы. Бүгін міне Бану қыз сол арманына қол жеткізіп, өткен кеткенді еске алып тұр. Терезеден көз жүгіртіп, күңгір күмбірлеп қояды. Сондай қызық қой, иә дейді өз-өзіне тамсанып. Өмір деген қызық. Бас аяғы 3-4 жылда осының бәріне қол жеткізгенім, бұл менің жеңісім. Ал қалай жеттім, бұл менің жеке шаруам. Айтқандай әкіреңдеген шалардан құтылғаным қандай жақсы болды. Енді олар менің өзімен бірге о дүниеге ала кететін құпиям болмақ. Енді олардың менімен шаруасы болмасын. Тек анамның кешегі сөзі көкейімде қалғаны болмаса, басқасы бәрі жақсы дейді. Анам демекші, осы Бану босанғаннан кейін ауылдан арқаланып анасы жеткен. Жұмысынан сұранып кеп Астанада апта жүріп кетерінде қолқа салғаны бар. Сен менің жалғыз қызымсың ғой, сені той домалағыңды жасап, қолымнан ұзатсам деп армандайтынмын. Ол мен ойлағандай болмады қызым. Жарайды, бағыңа байлау болмайын, бірақ тап осы отырысында бір құпия бар сияқты. Өйткені алыстан ат телетіп мен келдім. Келгеніме апта болды. Не алдымнан атаң шықпады, не енең шықпады, не күйеу бала шартып көзге түспеді. Бұл не отырыс сонда? Тым болмаса араласып, жөн жоспарын жасамай ма? Мен сонау тараздан келгенде, олар мына тұрған есілден келе алмағаны ма? Деген. Алайда қоғыз бұл сұраққа да жауап тапқан. Ой мам, олар орыстанып кеткен кәрі кісілер ғой. Оның үстіне мен босанған соң той жайын кейінге қалдырғанбыз. Алла қаласа бала қатайғанда тойда болар құлада түсер. Қойыңызшы соларды. Сізге солардың шүберегінен пайда бар ма? Бәрінен де менің бақытты болуым маңызды емес пе? Деп сытылып шыққан. Міне осы сөзді түсінбеген анасы менен күйде қайтып ауылға аттанған. Бірақ оны ойлайтын Бану ма? Тап қазір бұл анау екі шалдан құтылғанына қуанып тұрған жайы бар. Өйткені шәңкілдеген шалдың хабарсыз кеткеніне айдан асты. Ал дипломат ағасы жыл болды қарасын батырды. Тіпті анау дәуғара әумесерде зымзия боп жоғалған. Негізі ғой солардың жоғалғаны жақсы. Себебі телефоны да бекер сындырған жоқ қой. Құтылғысы келді. Енді оларды өз өміріне кіргізгісі келмейді. Егер тым болмаған жағдайда дипломат ағасына ғана үміт бермек. Өйткені соған ғана салқын болса да су бітпеген сезімі бар.
ал ана екеуін тек ақша үшін ғана ермек қылған. Қысқасы, бұл ретте анасын алдап құтылған Банудың бойы біраз жеңілдеп қалған. Бой демекші, осы қыздың өзіне жарасар ұзын бойымен сұлулығы біраз еркектің басын әлі де айналдыруға бар. Өйткені көшеге шықса болды, қисалаңдап кеп көз салған еркек табыла кетеді. Ал бай дейтін байсымақтың түрі анау, бір күн үйде, бір күн дүзде, тағы бір күн есілде. Бірақ оны бір Алла біледі. Ол есілде жүрме, әлде ескегін есіп қалада жүрме, әйтеуір бір жұмбақ жүріс оныкі. Бұлайша өзім ұнатқан болмаса, Банудың да оны құлай сүйгені шамалы. Айтуынша, ол бұрында бір үйленген жігіт, бірақ тұз несібесі жараспай тарқасқан дейді. Және де орыс мінезді сорлы еркекке бәрібір сияқты. Өйткені оны ештеңе қызықтырмайды. Балаға да басы айналмайды. Ал бала демекші, бұл баланың әкесі кім екенін Банудың өзі де білмейді. Қайдан білсін, сол кезде үш еркекпен арпалысып күнде қанталапайға түскені бар. Соңы міне, нақты кімнен деген ой өзінде мазалайды. Бәрінен бұрын соны көп ойлайды. Алайда теледидар үстінде тұрған көлік кілті безілдей жөнелгенде селт ете түсті. Содан жалма-жан қолындағы баланы қоя салып жүгіріп барып балконға үңілді. Құдай сақтасын, өз көзіне өзі сенбей қатты да қалды. Өйткені қызыл шамдары жанып өшкен көлік дөңгелегін тепкілеп тұрған шалды көрді. Иә, тап сол тентек шалдың өзі. Анықтап тағы да бір қарады. Қап, қайдан ғана кеп қалды қырсық, дейді. Тіпті қыз көлігінің жанына бұқадай ғып өз джипін қойып алыпты. Сонан соң дөңгелегін теуіп шиқылдатып, қыздан хабар күтіп тұр. Сонда ғана ақмақтығым-ай деген бейбақ қыз телефоннан құтылғанымен мына шылдан құтылу жоғын түсінді. Мұндайда белгілі ғой, өлімнен ұят күшті деген бар. Егер қылмысы ашылып жатса, онда құрдым дей бір. Болашаққа деген ынтасымен қосылып, қу қыздың өзі де құрдымға кетпек. Бірақ бет ашылған қыз мұнан да құтылудың жолын тапты. Әу деп алып, тым көрмегенде балконнан басын шығарып айқайға басты. Қазір түсемін ғой, күте тұрыңызшы, шиқылдатқанды қойыңыз, ел жұрттан ұятты деп қайта жоғалды. Ал қызды көрген шал онан сайын құрақ ұшты. Тіпті ұят жоқ, қысылу, тартыну жоқ. Жарығым, күнім осы, жаным осы деп балпылдап жатыр. Алайда бұл екеуінің әңгімесі ұзаққа бармады. Балам ұйықтап жатыр, сосын күйеуім келетін уақыты боп қалды деген қыз тез оралды. Әкі шалдың арагідік айтқан сөздерін құлаққа да аспады. Бірақ келесі күні сол шал тағы да келді. Өйткені Банудың телефонымды сындырып алдым, содан хабарсызбын дегеніне сенген сорлы жаңа телефон сыйға тартты. Ал құлқынның құлы болған сорлы қыз тағы да жоқ дей алмады. Алғысын жаудырып, жаңа телефонды қалтаға басты. Осылайша екеуінің тышқа мысық өмірі жалғасып жатты. Ол аздай дәуқарада бір күні төбе көрсетті. Бірақ шым шатырман мынандай өмір қашанғы жалғаса бермек. Үйдегі еркек үн қатты. Қысқасы күңкіл шығып, шаңырақ шайқала бастады. Міне мұның соңы белгілі, жайбаса сорлы деп жүрген жігіті жалт берді. Осылайша не қолында неке қағазы жоқ, не құжаты жоқ қыз үйден айырылды. Ал оны даулап арыз жазуға абыройынан қорықты. Қысқасы ұрыны қарақшы басы деген осы болды. Бас аяғы бір жылда жылпос жігіт үйлі боп қыз далада қалды. Жүргектегі баланы жерге түсіргенде қылышын сүйретіп қыз келді. Ал Бану қыз баяғы тірлігін жалғастырып, еріккен екі шалдың ермегіне айналды. Тек үйіне ғана кіргізбейді. Оған себептер де жоқ емес. Басты себеп күйеуі жоқ екенін білсе, тыным бермес деп қорықты. Шықпай қалуға ақшаның қажеттігі тағы бар. Ал бай деп тапқан байсымақтан айырылғалы қашан. Тап қазір басты проблемаға айналғанында сол байсымағы болып жүр. Өйткені кеше ғана қоңырау соққан анасы біраз жерге барған. Қызым ауылдағы ағайыннан ұятты. Коллективім тағы бар. Той жайлы айтып көрмедің бе, күйеу балаға? Жыл болды ғой деген. Сорлы ана сұрамай қайтсын. Жалғыз қызының тойын ол да көргісі келеді. Дүркіреп өткен той көз алдына елестейді. Соны жасап, дос дұшпаннан құтылсам дейді. Ел қатарлы құдағи атанып, марқайып қалсам дейді. Бірақ ол күйеу баланың кеткеніне 2 айдай болды. Онан бері бала еңбектеуге жетті. Тіпті тәй-тәй басып,
тәлтіректеп жүріп кетуі де ғажап емес. Өйткені күндер зулап өтіп жатыр. Уақыт деген сағым, қолыңмен ұстап, көзіңмен көрмесең де алға түсіп сырғып барады. Міне Бануды да тап осы ой мазалайды. Қайтсем екен, бар шындықты анама айтып салсам бекен деп оқталады. Бірақ жарымжан ана көңілін қимайды. Ал екі шалға керегі тек бала ғана. Әшейінде Шаңқайдан шықпайтын дәуғара да соңғы күндері Бануға үйір боп алған. Аптаның 2 күнінде әдейі ат басын осында бұрады. Сондағысы көлікте отырып баласымен ойнап мәз болады. Ессіз еркекті қой мұны, есіл ғана ерлерім дерсің. Ақшаның буына бұрқырап, қашадай қызға ұл таптырын деп ойлайды. Мұншамада көрсоқыр, қуыс кеуде болар ма еді? Әй-шәй жоқ, бала сенікі десе, сене қалатын сорлы қабақтар-ай. Түптеп келгенде мұның бәрі қыздың қулығы емес, екі есалаңның ессіздігінде жатыр. Мейлі кәрі көкжалды ой түсінсе болады. Өйткені 3 қыздан соң жалғыз ұлы бар дейік. Ал мына дәуғаранікі не жүріс? Айтуынша мұның ұлы да қызы да жеткілікті. Анау сияқты жалғыз сияқты емес. Қысқасы Бану қыз көп ойланып көп толғанды. Сонан болар бар шындықты бастан аяқ анасына айтуға бел буды. Себебі бір күн болмаса, бір күні шындықтың беті ашылары сөзсіз. Демек ештен кеш жақсы айту керек деп айтып салды. Түк түсінбеген ана байғұс еңіреп тұрып жылап берді. Әрине қанша күбірлесе де шындықтың түбіне жете алмады. Өйткені қу қыз ақиқатын айтпай бүгіп қалды. Сорлы қыз қайтсын, қолындағы бала кімнің баласы екенін өзі де білмейді. Тек құжат бойынша кеткен жігіттігі боп қала берді. Ал сынықтай сырды өзімен бірге о дүниеге ала кетемін, ешкім білмейді деп ант ішті. Бірақ тағдырдың тәлкегі әлі де алда еді. Сөйтіп жүргенде көп өтпей кәрі шал сап тыйылып жоқ болып кетті. Арадан біраз күндер өтті. Тіпті ай өтсе де шалдан хабар болмады. Осымен қыздың үміті үзілді. Соңында керек едің деп қолды бір сілтеп дәуғараға жүгінді. Ал оның да көктем шыға бизнесі төмен домалады. Бұрынғыдай аста төк ақша болмады. Сауда дегенің карта ойыны ғой, бірде бар, бірде жоқ нәрсе. Сонан болар ұрын келгенді бұл да азайтты. Тіпті ол сорлыға өз арендасының ақшасын төлеу мұңға айналды. Міне сонда ғана Бану үшін сын сағаты туып, нағыз өмір басталды. Енді бұрынғыдай еркелеп жатып ақша табатын заман өтті. Өйткені Астана сондай қала, жүгіре жортып күн көретін қала. Ал Бану сияқты қолында баласы бар созылғандарға жол жабық. Ол үшін не біреудің тоқалы боласың, не екі шымысты қатар алып жүресің. Сонда ғана бұл қалада толыққанды өмір сүресің. Демек таңдау өзіңнен. Бірақ бұл жолы көпті көріп тіс қаққан қыз дұрыс таңдау жасады. Өпірімдеп жүріп, вокзал маңындағы пәтерді толықтай атына өтірді. Енді бұл үйге ешкімнің таласы жоқ. Аузы күйгеннен үрлеп ішті. Сонан соң ана сөзіне құлақ асып, жалға беріп, өзі ауылға тартты. Осылайша Бану қыздың бас қалада өткен 5 жолы бітті. Бірақ бұл тағдырдың тосын сыйы бәрібір соңынан қалмады. Себебі ауылға келген соң көңіл шыға бастады. Айымгүл апайдың жалғыз қызы ажырасып кепті деген өсек ете қалды. Тіпті біреулері өзі мұғалім ғой, оқушыларға қандай тәрбие береді, қыздың жүрісі анау деп соқты. Енді біреулері тоба десе, біреулері таба деді. Осылайша ел құрметтеген ұстаз ұлтараққа айналды. Тіпті бұрынғыдай бас көтеріп жүруден қалып, бұқпантайлай бастады. Осылайша қыз қылығы ана байғұсты есеңгіретіп тастады. Бірақ бауыр еті жалғыз қызға не десін, бармағын шапсын ба, бәріне төзіп бақты. Ал уақыт деген емші бар екені рас. Сол уақыт өте келе, қыз өмірі бір арнаға түсе бастады. Белгісіз бала көше баласына айналды. Қысқасы күн соңынан күндер, ай соңынан айлар жалғасып жылдар өтті. Осылайша өткеннің бәрі ұмыт болып, Бану қызда алаңсыз өмір сүріп жатты. Бірақ бір күні тыныштықты ауылға келген қымбат көлік иесі бұзды. Көші қолаңнан сұрап білген көлік иесі қыз үйінің алдына кеп тоқтады. Екінші бөлімнің соңы жалғасы бар. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.